супер Сабыржан тамадаларыңызбен ортаға шақырайын кәнеке. Бір қошеметті қол соғып қойсаңыздар. Лай 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 лай. Лай 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 лай. Лай 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 лай. Рахмет. О, қожалардың тойы құтты болсын деп бір шапалақ соғайық. Рахмет. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға той құтты болсын. Той құтты болсын. Папамыз қайда? Иманаларға той құтты болсын. Бүгін той қызық болады енді. Менден андай серьезный әңгіме күтіп қалмаңыз, көке, жақсы ма? Сақалға сай әңгіме айтпаймын бүгін. Бүгін балаңыз қандай, сондай-ақ басқарып беремін тойларыңызды. Итак, арзанға келіп отырмын. Тойларың құтты болсын. Бүгін құрметті меймандар, міне бөтен адам жоқ, барлығы осы. Аядиннің авторитеті бар ма? Негізі оңтүстікте бір шапалақ соғайық, құрметті ағайындар. Биші қыздар, сіздер бара берсеңіздер болады. Бара беріңіздер, биші қыздар. Қонақтан көпсіңдер осыңдар, бара беріңдер. Құрметті меймандар, міне бөтен адам жоқ, барлығы Аядиннің тойына келдік, құрметті ағайындар. Сүндет той деп жатыр. Міне екі баламыз осында. Айнудин, Шахридин и Ахренил, да, сондай ғой, пример. Осы екі балаға бір шапалақ соқпайықшы, құрметті ағайындар. Бөтен адам жоқ. Міне бүгін екі қуаныш болып жатыр. Оның бірі балдарына сүндет той жасаған болса, екінші Аядиннің шашы шықты, құрметті ағайындар. Осыны көп күттік, 2 ай бойы күттік, құрметті ағайындар. Әйтпесе бұл той жазда болатын той еді. Сол жаздан осы уақытқа қашан шашы, соңғы шашы шығып біткенін күттік, құрметті меймандар. Бүгін міне бітті, той басталды. Теміртау Қарағандыдан келген Сабыржан деген тамада бүгін қожалардың тізгінін ұстағалы тұр. Құрметті ағайындар, оңтүстікке келгенде мына ұлы жүз бар, мында орта жүз бар, бірақ мен кіші жүздің баласымын. Менің ұруым Мониката байұлы Таз, нағашым Сейіт қожа. Бүгін міне осы нағашылардың тойына келіп тізгінді ұстағаннан кейін, жалпы Аядин екеуміз алыс емеспіз. Bir жағынан нағашым қожа, еші ұруым Таз. Таз. Ал енді құрметті ағайындар, осы той баршамызға құтты болсын деп екі қолды көтеріп тұрып бір шапалақ соғайық. Біріншіде мына тойымыз арақсыз, шарапсыз той болайын деп жатыр. Солай ғой Аядин. Өзі 2 жыл болды қойғанына. Құрметті меймандар, арақ жоқ, сарап жоқ, ана чайнектің әруағы ұрып бірдеңе болып жатпасын, жақсы ма? Керемет қып өткізейік. Бүгін қажының тойы, қажылардың тойы. Құтты болсын ағам. Шын жүректен қуаныштымын өзі. Өзіңде баяғыда дискіден көріп өстік қой, шын мәнісінде бұратан. Бірақ ойламадың. Сол кезде сен сахнада жүргенде, мен мына үлкен балаң сияқты ойнап мектепте жүретінем. Сол кезде ойлайтын, мен осылар сияқты, сен сияқты емес, сен примерно айттым да жалпы. Осылар сияқты сахнада жүрем бе екен деп едім, бірақ сахнаға шыққан жоқпын, бірақ тойдың тізгінінде өз орнымызда Алланың қалауыменен сіздердің шапалақтарыңызбен тауып жүрген жайымыз бар. Енді бала арманымыз ғой енді. Сіздердің қастарыңызда тұру, мында міне медеттер келіп отыр, мәди братандар, ана кезіндегі нысана барлық осыларды көріп өстік қой дискіден. Енді бүгін сіздер мені көріп өсесіздер, Құдай қаласа. Тойларыңыз тойға оласын. Енді анау мынау деп әңгіме айтпаймын. Ұрпағыңмен 1000 жаса. Бір ұлың хан болсын, бір ұлың хан түсетін үй болсын. Осы екі ұлымыздың басы бақыттан, асты тақтан кетпесін деп Алладан тілеңіздер. Құрметті меймандар, осы тойдың барысында кішігірім нәрсе айтып алайын. Оның бірі, бүгінгі тойымызда 3 тос болады. Общий 3 тос жасадық. Одан кейін керемет сыйлықтар дайындадық. Алдарыңызда номероктар тұр, номероктар. Сол нөмірде бүгінгі супер призімізді айтып кетейік. Супер призіміз, Құдай қаласа 2025-те бір кісіге путевка береміз деп жатыр. Шапалақ соқсаңыздар болады, қошемет соқ қойсаңыздар болады. Путевка, Құдай қаласа 10 күнге бір кісіге бұйырсын, Құдай қаласа, Мақтаралға. Енді құрметті меймандар, осы тойымызды әдемі бастау сізбен бізге байланысты. Братан, баланы ары қарай жібересіз бе? Сөйтіп бүйтіп, анда официально қарсы алсақ, молодец. Жеңгей құтты болсын. Аядин молодец, қап-қара болып, әппақ қатына болып, өзі молодец. Тойларың той қаласын. Папасы, мына кісі, мамасы, мамамыз. Әкеміз Ұлзина анамызбен Иманәлі көкемізге бір шапалақ соқпай. Көке, қолыңызды көтеріп қойыңыз бір. Той құтты болсын, шын жүректен. Енді анжаға бара деген сценарий бойынша таққа отырып, сосын бір әнші шыға деген ол үшін.
күнделікті нәрсе ғой, ол таңғалатын нәрсе емес ол. Енді бүйтейік, бәріміз орнымыздан тұрайық, қызық қылайық, аядин үшін бәріміз орнымыздан тұрайық, тұрасыңдар ма?